Міне қазір ғана маған бір әйел хабарласады, осындай суым кеше кетіп еді, астыма қарай балам тығылып еді, бірақ мен бармай отыра берген едім, енді қазір қайтадан қайталанып жатыр деп. Міне осындай моменттер, сіздер ойлайтын шығарсыздар, бұл кеше бір рет су кетті, потом кетпеді, это норма деп та. Негізі мүлде олай емес. Қағанақ су кеткеннен кейін мынау сырттағы восходящий инфекция дейді, влагалище арқылы, қынап арқылы жоғары қарай тік ішектегі инфекция бар, жоғары көтеріліп, ол маткаға барады, одан балаға өтеді. Яғни біз әйелдегі срок доношный болған жағдайда біз алдын ала баланың жағдайын тексеріп, жағдайы қалай, іштегі не болып жатыр, не болайын деп жатыр, анализдерін алып көру керек, оның бәріне уақыт керек. Сол аралықта біз өзіміздің тактикамыз бойынша шешім қабылдауымыз керек. Оның бәріне уақыт болады, бірақ жеткіліксіз болады, немесе кеш болып қалуы мүмкін. Сондықтан, тем более сізде су кетіп жатқан жағдай болса, міндетті түрде сол су кете салысымен сол мезетте скорый шақырып, немесе өзіңіздің жеке көлігіңізбен келетін жағдай болса, келіп перзентханаға келіп қаралу керексіздер. Енді мысалға бір сутка өтті, бұл әйелде операция болу керек еді. Бұл кісі міне бір суткадан кейін хабарласып отыр, қайтадан тағы су кетіп жатыр деп. Енді сусыз кезеңмен операцияға алатын болсақ, бұл жерде послеродовый эндометрит деген бар ғой, соның риск нарастает. Сонымен қатар іштегі нәрестенің жағдайы, кейбір жағдайда балдар уже инфицированный внутриутробный пневмониямен туып жатады. Ол деген бала үшін өте үлкен нагрузка. Бала кислород қабылдау керек, немесе интубациялық аппаратқа түсуі мүмкін. Сонымен қатар бірнеше лечение алу керек бала, антибиотиктер алу керек. Яғни бала үшін оның барлығы последствия жақсы емес. Сондықтан су кеткен жағдайда тем более тезірек дәрігерге қаралу керексіздер.